Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай картошка фри жасаудың жолын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетсеңіздер, ол сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен еңбек болады. Мінекей біз бастап жатырмыз. Ол үшін бізге осындай тазалап аршылған 4 картоп қажет болады. Жақсылап жуып, тазалап, соломка етіп турап алатын боламыз. Балалар өте қатты жақсы көреді. Міндетті түрде отбасыңыздағы балаларыңызға, інілеріңізге немесе қарындастарыңызға жасап берсеңіздер болады. Осылай соломка етіп турап алып, үстінен салқын су құятын боламыз. Суға тұз араластырсаңыздар болады, себебі сол тұз арқылы картошкаға сіңеді. Суды құйып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы да бір рет шайып алып, осылай кептіріп алатын боламыз. Қызып тұрған отта қызарғанша қуырамыз. Нәтижесінде осындай фри дайын болды.